Болашақ интернет жұлдызының өмірбаяны 1998 жылы 7 мамырда Канзас штатының ең үлкен қаласы Вичитада басталды. Шын аты Джимми Дональдсон. Блогердің үлкен ағасы Си-Джей. Қазір Си-Джей арна дамытушы, бұрын арна Мистер Бист деп аталған. Ағайындылардың балалық шағы солтүстік Каролина штатының Гринвилл қаласында өтті. Бұл қадамға ата-анасының ажырасуы және ұлдардың анасының Трейси есімді адаммен жеке өмірінде бақыт табуы себеп болды. 18 жасында Джимми Гринвилл христиан академиясында евангелистердің шағын жеке орта мектебінде оқуын аяқтады. Қазір блогер өзін агностик деп атайды. Орта мектепте Джиммиге крон ауруы диагнозы қойылды. Асқазан ішек жолдарының ауруы, созылмалы қабыну ауруы. Дональдсон Шығыс Каролина университетіне оқуға түсті, бірақ бірінші семестрде YouTube арнасын дамыту үшін оқуын тастады, шындығында оқудан қуылды. Джиммидің әрекеті ананың наразылығын тудырды. Анасы жас жігіттің көтінен бірақ теуіп үйден қуып шықты. Алғашқыда Мистер Бист 6000 деп аталатын арнаны балақай Дональдсон 13 жасында ашты. Жас өспірім ұзақ уақыт бойы өз орнын таппай, басқа ютуберлердің жағдайын бағалаумен, содан кейін әріптестерінің шығарған роликтерін мазақ етумен айналысты. Алайда Джиммидің шығармашылығын қарау саны тәулігіне 1000-нан аспады. Сонда да балақай қайтпас қайсарлық танытып, ойындар ойнап, видеолар түсіріп YouTube-ке жүктей берді. Солай өмірде өз орнын ойып тұрып алды. YouTube-тен ақша тауып, миллионер болуға болады деген кімнің ойына келген? Алғашқы маңызды жетістік Мистер Бистке, қазақшасы Айуан мырзаға 2017 жылы келді. Арнаға жазылушы 100 мыңға дейін жетті, бейне түсіруді ойластырған кезде. Алғашқы процесс 40 сағатқа созылды, бірақ оның кейбір бөліктері дәл бір күнге жету үшін жеделдетілген режимде орналастырылды. Орыс ойына келгенін істейді дегендей, көрермен тарту үшін Дональдсон фиджет спиннерді камераға 24 сағат бойы айналдырды. Және Джей Полдың It is Everyday Bro музыкалық бейнесін 10 сағат бойы қарап отырып, иесін жоғалтты. Байғұс бала не істемеді десеңші. Джиммиге балалық шақтағы 4 досы көмектесе бастады. Крис Тайсон, Чандлер Хеллоу, Гаррет Рональдс және Джейк Франклин. 2020 жылы Франклиннің орнына Кар Джейкобс келді. Ол бұрын оператор ретінде 5 бейнені түсірген. Дональдсонның командасы YouTube-тегі шолу статистикасын талдап, аудиторияға қандай мазмұн қажет екенін түсініп, арнаны толтыра бастады. Қазір Джимми каналының менеджері Уилл Хайт 5 жолдас Гринвиллде таңқаларлық флешмобтарды жүзеге асыра бастады. Атап айтқанда, бір түнді жергілікті психиатриялық ауруханада өткізді. Айуан мырза бейтаныс адамдарға көп ақша бере бастағаннан кейін және команда дарындылардың реакциясын түсіре бастағанда, арнаның бағы ашылып, 2019 жылдың көктемінде Дональдсон Лос-Анджелестегі Лас алаңында ойын ұйымдастырды. Онда 200 миллион ізбасарлары, 30-дан астам YouTube жұлдыздары бір-бірінің түрлі түсті шарларын Airsoft мылтықтармен атып тастады. Жарыс жеңімпазы $100 000 жүлдеге ие болды. 2020 жылдың сәуірінде Айуан мырза 32 атақты қатысқан тас, қайшы, қағаз турнирін көрсетті, ал бас жүлде $250 000 құрады. 2021 жылдың сәуірінде Джимми желдету жүйесімен жабдықталған көмілген табытта 2 күннен астам уақыт өткізді. Өзімен бірге кейінгі өмірден бейнелер жазған. Дональдсонның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін су, тамақ және бірнеше бөтелке болды. 30 сағат жер астында болғаннан кейін жігіт алғашқы мәселелерге шағымданды. Тәжірибе басталғаннан кейін 50 сағаттан кейін достар блогерді трактордың көмегімен қазып алған кезде ол бақыттан көзіне жас алды. 2021 жылдың қарашасында Айуан мырза кальмар ойыны сериясында сипатталғанға ұқсас, бірақ таспада көрсетілген зорлық-зомбылықсыз тірі қалу драмасының баламасын жүктеді. Дональдсон турнирінде 456 қатысушы $456 000 жүлде үшін күресті. Басылымның бағалауы бойынша 2021 жылы Айуан шамамен 54 миллион табыс тапты, 2020-да актер Вин Дизельмен бірдей. Джимми жасаған модельдің мәні, турнирлерге қатысқан үшін блогер ақша таратады. Бұл жазылушылар санын көбейтеді және сәйкесінше арнада жарнама орналастыратын фирмаларда көбейді. 2020 жылы Дональдсон Мистер Бист бургер желісін іске қосты.
2023 жылы мейрамханадан барлық елдерде онлайн тапсырыс беріп, серіктес желілері арқылы гамбургер алуға болады. 2022 жылдың басында Donaldson Festivals деп аталатын кәмпиттердің жеке брендін шығарған Мистер Бист бар деп аталатын жаңа азық-түлік компаниясын құрғанын жариялады. 2020 жылдың қыркүйегінде Джимми оларды сатып ала алмайтын адамдарға азық-түлік жиынтығын беруге мамандандырылған өзінің қайырымдылық ұйымын құрды. Әдетте, сыйлықтар Рождество мен алғыс айту күні сияқты мерекелерге сәйкес келеді. Donaldson оңтүстік Африкада тағы бір қайырымдылық акциясын өткізіп, кедей балаларға 20 мың жұп аяқ киім сатып алды. Бойы 190 сантиметр болатын блогердің жеке өмірі туралы ақпарат аз. 2019 жылы Джимми модель Мэдди Спайдельмен кездесті. Бір жылдан кейін айуан ізбасарларына қызбен келісім жасағанын айтты. Алайда кейіннен Джимми мен Мэдди тұз дәмі жараспады. Қазір жігіт оңтүстік Африкаға сапары кезінде танысқан Тия Бүйсенмен кездеседі. Donaldsonның жаңа таңдауы оның блогер әріптесі, бірақ Twitch'те мамандандырылған, онда ол ойындардың өтуін таратады. Джимми мен Тияның алғашқы кездесуі конфузиядан басталды. Қыз YouTube жұлдызының әзілін түсінбеді, бірақ содан кейін ерлі-зайыптылар ортақ тіл тапты. 2022 және 2023 жылдардың басында Fortnite Epic Games студиясының тірі қалу жүйесі, айуанның қатысуымен ұйымдастырылған дүниежүзілік турнир өткізді. Жеңімпаз $1 миллион жүлде алды.
Турнир ережелерінде оған барлық елдердің азаматтары қатыса алатындығы, бірақ Ресей мен Түркиядан келген ойыншылар ақша ала алмайтындығы көрсетілген. 2023 жылдың қаңтарында Мистер Бист YouTube арнасының жазылушыларының саны 130 миллион адамға жетті. Бұл Канзас штатының тумасы, блогын платформада 4-ші орынға шығарды. Маусым айына қарай Дональдсон ізбасарларының саны бойынша 2-ші орынға шықты және жеке адамдар арасында сөзсіз көшбасшы болды. Блогердің танымалдығы ол туралы, оның ішінде оның өлімі туралы қауесеттердің таралуына келді. 2023 жылдың мамырында ютубер пранк Джиммидің бейнесін шығарды. Автор Нью-Йорк полициясына хабарласып, Илон Маскпен кездесуге келген Дональдсонды әзілмен тұтқындауын өтінді. Кездесу сәтсіздікке ұшырағандықтан, Джиммидің көлігінде тоналған секілді қираған әйнектері бар видео пайда болды, бірақ бұл басқа қалада жасалды. Дональдсонға қоңырау шалуға рұқсат етілгенде, блогер еркелік жасады деп күдіктенген әріптесімен байланысқа шықты, ал бұл әзілді мойындады. Алғашқы 18 сағат ішінде мырза 2,6 миллион қаралым жинады. 2023 жылдың 17 маусымында Дональдсон барлық жеткізушілер сапа стандартын сақтай алмайды деп мырза бургерді жабуға ниет білдірді. мырза ұйымдастырған әр түрлі елдерден келген 266 спортшы қатысқан кезекті экстремалды олимпиада 2023 жылдың жазында өтті. Қатысушылар кедергілермен жүгіру, гимнастика, садақ ату, семсерлесу және футболдан жарысты. Бас медаль үшін Ливия мен Словения шайқасты. Африка елі пенальтиден жеңіске жетіп, команд 250 мың командалық жүлдені және әрбір спортшыға жеке-жеке $2,000 алды. Қызықты фактілер. Джимми Дональдсон Титаник лайнерінің сынықтарына Титан батискаф экспедициясына қатысуға шақыру алды. Блогер сақтық танытып және бүкіл экипаждың өліммен аяқталған шытырман оқиғаға қосылмады. Forbes 2022 жылы мырза бір жылда $54 миллион табыс тапқанын және оның орташа айлық табысы айына шамамен $5 миллион құрағанын айтады. Дереккөз блогердің 2023 жылғы кірісін $82 миллион деңгейінде бағалайды. Forbes хабарлағандай, мырзаның жалпы байлығы $500 миллион жетеді. Журналистер блогердің жалпы байлығын $500 миллион бағалады. Сонымен қатар 2022 жылы Дональдсон өзінің мазмұн студиясына үлескер сатып алушы іздеді. Егер сәтті болса, оның негізгі активінің құны $1,5 миллиард жетеді. Нағыз айуанның өзі екен. Жоқтан бар жасаған.
Менің де қазағымда осындай айуандар көп болса екен.